Алматы облысы Қарасай ауданы Береке орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі, педагог шебер Кезақ Сәуле Оралқасымқызы 1-ші сыныптың әліппе пәнінен Ө дыбысы және әрпі тақырыбында сабақ өтпекшімін. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, бүгінгі сабағымызға көңілді, көңіл күй жасап алайық. Олай болса, сәлем сөздің анасы демекші, сәлемдесуден бастасақ. Үлкенге де сіз, кішіге де сіз, сәлемдесіп құрметпен бас иеміз біз. Жақсы, балалар. Балалар, мына суреттегі кейіпкер сендерге таныс па? Бұл кім? Дұрыс айтасыңдар. Өрмекші адам мультфильміндегі өрмекші адам. Өрмекші адам. Орысша Человек-паук. Ағылшынша Спайдермен. Балалар, өрмекші адам бүгін бізге тапсырмалар әзірлеп, шағын сый сияпатымен сабағымызға қонаққа келіп отыр екен. Өрмекші адамның бізге берген тапсырмаларын орындап, сый сияпатын алуға тырысайық. Бірінші тапсырма. Мына суреттен нені көріп отырмыз, балалар? Бірінші суреттегі қандай жәндік? Дұрыс айтасыңдар, өрмекші. Екінші суретте не ағып жатыр? Өзен. Жақсы. Үшінші суретте не байқадыңдар? Үшінші суреттегі өрнек. Өрнек бұл біздің салт дәстүрімізге байланысты әшекей бұйымдарға, көрпе жастықтарға ата әжелеріміздің салатын тамаша өрнек екен. Төртінші суретте не көріп отырмыз? Дұрыс, өрмек. Өрмекші адамның өрмек жібі екен. Балалар, өрмекші адам, өрмекші, өзен, өрнек, өрмек. Сөздердің бәрі қандай дыбыстан басталып тұр? Жарайсыңдар, Ө дыбысынан басталып тұр екен. Онда менімен бірге Ө дыбысын дыбыстап айтайық. Ө дыбысы ауыз қуысынан еш кедергісіз, созылыңқырап, әндетіңкіреп, жіңішке айтылып тұр. Демек, Ө дауысты жіңішке дыбыс. Балалар, бүгінгі мынау біздің жаңа ғана айтылған сөзден қандай дыбысты көп оқыдық? Дұрыс айтасыңдар, Ө дыбысы. Демек, бүгінгі сабақтың тақырыбы Ө дыбысы және әрпі екен. Сабақтың мақсаты оқу түрлерін қолдану, мұғалімнің қолдауымен сюжетті суретке әңгіме құрап айту, сұраққа жауап беру, жазу жолын, жол аралықты, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу екен. Балалар, өрмекші адам бізге сюжетті сурет алып кетті. Сюжетті сурет бойынша сендер бүгін әңгіме құрайсыңдар. Құраған әңгімелеріңнен сөйлемді, сөйлемнен жаңа үйретілетін дыбысы бар сөзді бөліп аласыңдар. Бөлініп алынған сөзге дыбыстық талдау жасайсыңдар. Қанекей балалар, суреттен кімді көріп отырмыз? Ол не істеп отыр? Қыз балаға ат қояйықшы. Тамаша, балалар. Әсем қағазға өрнек салды. Өрнегі өте көркем болып шықты. Апасы оны мақтады. Балалар, құраған әңгімелерің қанша сөйлемнен тұрады? Дұрыс, 3 сөйлемнен тұрады екен. Бірінші сөйлемді қанша сөз бар екенін және бірінші сөйлемнен жаңа үйретілген дыбыс бар сөзді бөліп алып, дыбыстық талдау жасасаңдар. Әсем қағазға өрнек салды. Бұл сөйлемде 4 сөз бар. Бүгінгі тақырыпқа сәйкес сөз ол өрнек сөзі. Өрнек. 5 әріп, 5 дыбыс, 2 буыннан тұрады. Ө дыбысы
сөздің басында кездесіп тұр. Балалар, өрмекші адам өзінің өрмек жібін алып келген екен. Сол өрмек жібінен сендер Ө дыбысын жазып көрсетсеңдер. Бәрекелді балалар, жарайсыңдар. Қандай әдемі Ө дыбысын жазып көрсеттіңдер. Балалар, өрмекші адам ары қарай сендермен дәптерге Ө дыбысын каллиграфиялық талапқа сай әдемі болып жазғандарыңды қалап отыр. Және кім осы талаптарға сай жұмыс жүргізсе, соған бәрекелді деп жасыл түсті қаламын, жақсы деп көк түсті қарындашын, әлі де талпын, ойлан деп қызыл түсті өшіргішін сыйға бермекші екен. Балалар, алдымен Ө дыбысын ауада жазып алып, содан соң дәптерімізге орындайық. Өның бас әрпі, оның кішкентай әрпі. Өнер, бөрік, көлік сөздерін және өмірбек күй шертеді деген сөйлемді де әдемі ғып дәптерімізге жазып, өрмекші адамның сыйлығын ала қояйық. Тамаша балалар. Балалар, өрмекші адам енді сендермен бірге буындап сөз оқығысы келеді. Кәнеки, бірге оқиықшы. Өнер, өнерлі, өлең, өзен, өрік, көрік, өрмек, өрмек. Балалар, Ө дыбысы сөздің басында және сөздің ортасында ғана кездеседі екен. Сөз соңы Ө дыбысымен аяқталмайды екен. Және Ө дыбысы буын құрай алады екен. Балалар, өнерлі балалар мәтінін тұтастай мәнерлеп, түсінікті қылып өрмекші адамға оқып берсек. Қанат қамшы өрді. Таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті. Әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар. Балалар, осы мәтіннен маған Ө дыбысы бар сөздерді теріп оқып беріңдерші. Өрді, өлеңді, өмірбек, өрнек, өнерлі. Жарайсыңдар балалар. Балалар, өрмекші адам 4 түліктің дауысын алып кетті. 4 түліктің дауысын тыңдап, атауларын айта қойыңдаршы. Балалар, бұл ненің дауысы? Дұрыс айтасыңдар. Бұл қойдың төлі, қозының дауысы екен. Бұл ненің дауысы болды? Жарайсыңдар балалар. Бұл сиырдың төлі, бұзаудың дауысы екен. Неткен сүйкімді дауыс еді, бұл ненің дауысы? Дұрыс айтасыңдар, ешкінің төлі, бақтың дауысы екен. Бұл ненің дауысы? Ненің дауысын естіп отырмыз? Бәрекелді балалар. Бұл жылқының төлі, құлынның дауысы екен. Ғажап, бұл ненің дауысы болды? Әрине, 4 түліктің төресі, түйенің төлі, ботаның дауысы екен. Балалар, сендер байқадыңдар ма? Мен төлі деп айтып отырмын. Сендер осы 4 түліктің төлдерін жалпылама қалай айтасыңдар? Дұрыс, төлдер деп атаймыз. Олай болса, төлдер сөзіне дыбыстық талдау жасай қойыңдаршы. Төлдер 6 әріп, 6 дыбыс, 2 буыннан тұрады. Және балалар, Ө дыбысының қай жерде тұрғанын айта қойыңдаршы. Төлдер. Ө дыбысы бірінші буынның ортасында тұр екен. Жарайсыңдар. Балалар, маған осы төлдер сөзін қатыстырып,
екі сөйлем құрап айтып беріңдерші. Бота, құлын, бұзау, қозылақ, төлдер деп аталады. Төлдердің дауысы қандай әдемі. Жақсы балалар. Балалар, өрмекші адам QR кодта мақал жасырған екен. Сол мақалды тыңдап, сұрақтарға жауап берейік. Мақал туралы әркім өз ойымен бөліссе. QR кодтағы мақал өнерлі бала сүйкімді. Балалар, неге өнерлі бала сүйкімді деп аталады? Өнерлі бала деп кімді айтамыз? Бәрекелді балалар. Иә, өнер түріне би, күй, ән, сурет сала білу, сондай-ақ әдемі жазып, сауатты оқу да жатады екен. Әрине, өнерің болса, сен бар жерде де сүйкімдісің. Адамға пайда келетін, қуаныш сыйлайтын өнермен шұғылданыңдар. Балалар, өрмекші адамның да қайтатын уақыты болыпты. Өрмекші адам кері байланысқа өрнек алып келіпті. Бүгінгі сабақты жақсы түсінсеңдер, бәрін түсіндім деп, өрнекті жасыл түспен бояй қойыңдар. Егер де сабақты жартылай түсінсеңдер, сары түспен бояй қойыңдар. Егер сабақты мүлдем түсінбедім десеңдер, өрнегіңді қызыл түспен бояй қой. Өте жақсы. Өрмекші адамда қайтпақшы. Өрмекші адаммен қоштасайық. Сау болыңыз. До свидания. Goodbye. Назарларыңызға рахмет.